Оқушылар және құрметті қонақтар, Үшқұрой алаңы дебаттық турниріне қош келдіңіздер. Үшқұрой алаңы дебаттық турнирдің тақырыбы қазіргі кезеңде адамдар арасында виртуалды қарым-қатынастар басым деген тақырыпта. Қатысушылар 10-шы А сынып оқушылары және топ жетекшісі Шунканова Күлайшар Замадинқызы. Дебаттың ережесі: завал өзінің алдындағы емес басқаға қарсы шығуы, расхол лидер мен спикердің ойынның әртүрлі болуы, тавтология спикердің лидердің қайталауы. Бұл дебат ережесіне қарсы. Уақыт регламенті: үкімет лидері Жасбек Айбек мырза 4 минут уақыт, оппозиция лидері Әбдікер Әсел ханым 5 минут, үкімет спикері Тасболатова Шұғыла 5 минут, оппозиция спикері Ағабек Аружан ханым 5 минут. Және тәуелсіз парламент мүшелері, олар Ермекбаева Эльмира және Қуантқан Бекзат. Бұл тәуелсіз парламент мүшелеріне берілетін уақыт 1 және 3 минут аралығы. Дебаттың құрылымы: үкімет лидері аман құрастырып келісіп презентация жасауы керек. Оппозиция лидері қарсылық беріп, өз кейсіне презентация жасауы керек. Демек, үкімет лидеріне оппозиция лидері өз қарсылығын білдіреді және презентациясын жасайды. Үкімет спикері қарсылық беру, өз кейсін көтеру және толықтыру енгізіп отырады. Және оппозиция лидеріне өзінің осы қарсылығын білдіріп, толықтыру енгізеді. Оппозиция спикері үкімет спикеріне қарсылық білдіреді және өз кейсін толықтыру енгізіп отырады. Енді ол түсінікті болса, аргумент құрылымына келіп тоқталайық. Бірінші, түсіндірме жұмыс, яғни түсіндірме арқылы дәлелдеу керек, оның маңыздылығын аша білу керек және тақырыптың өзектілігіне тоқталып кету керек. Сараптама бойынша 3 мәселе нақты қаралады. Бұнда идея айту, кейс деген өздерінің аргументтерінің арасында болатын әртүрлі тірек сөздер және функционалды қызмет. Үшіншісі, аргументтің орналасу реттілігіне қарай негізгі мықты аргумент деп және мықтылау аргумент және әлсіздеу аргумент деп негізгі 3 түрге бөліп төрешілер қарастырады. Аргумент сөздер: бірінші, үкімет лидері Жасбек Айбек мырзаға сөз беріледі. Уақыт 5 минут. Көп рахмет. Бұл палата қазіргі кезде адамдар арасында виртуалды қарым-қатынас басым деп есептейді. Виртуалды ең бірінші тақырыпты ашып алсақ, виртуалды әлем дегеніміз не? Виртуал сөзі латын тілінен аударғанда ақиқат деген мағынаны білдіреді. Яғни біз виртуалды әлем, виртуалды айна арқылы біз өзіміздің қалаған нәрсемізді, армандаған нәрсені көз алдымызға елестете аламыз. Және де бұл виртуалды әлемнің дамуы, қарқынды дамуын ең бірінші негізін қалаған Oculus VR компаниясы болатын. Oculus VR компаниясы ең алғашқы виртуалды көзәйнектерді ойлап тауып, қазіргі кезде осындай онлайн қарым-қатынастар дамуда. Біз себебі бетпе-бет кездесуге қарағанда онлайн отырып түрлі программалар арқылы бір-бірімізбен танысу. Мысалға, қазіргі кезде ақш-тың өзінде тұрмыс құрған адамдардың арасында 19% осы интернет арқылы тұрмыс құрған, яғни отбасын құрған адамдар. Қазіргі кезде бұл осындай программалар арқылы онлайн түрде бір-бірімен танысу, немесе қарым-қатынас жасау, достасу деген секілді нәрселер өте қарқынды дамып келе жатқан нәрсе. Мысалға, ең бірінші алғашқы болып веб-сайтты ойлап тапқан адам Тим Бернерс-Ли осы 1989 жылы ойлап тапты бұл веб-сайтты. Және де бұл веб-сайттың кең тараған соншалық 4 жылдың ішінде 50 миллион адамды жинап шығарды. Бұл 50 миллион адамды телерадиолар немесе басқа да телеканалдар 4 жыл емес, 10 жыл, 15 жылдың ішінде әрең жинауы мүмкін еді. Ал бұл веб-сайттар, интернет желісі өте кең ауқымда тарай бастады. Және де қазіргі кезде пандемияға байланысты біз кинотеатрларға немесе арнайы тамақ ішетін кафелерге барып, орындарға барып, өз қалағанымызды істей алмаймыз. Сондықтан да сандық
сандық технологияның дамыған, яғни цифрлы технологияның даму заманы болғандықтан бізде онлайн кинотеатрлар және үйге әкелетін онлайн доставкалар дамуда. Біз сол арқылы өз өмірімізді ары қарай да тоқтатпай жалғастыру арқылы, виртуалды әлемге кіру арқылы немесе өз қалағанымызды істей аламыз. Бұл біз үшін жеке уақыт немесе артық уақытты қажет етпейтін нәрсе. Және де арнайы қазіргі кезде мамандықтарды, болашақ мамандықтарды дайындау кезінде де бұл нәрселер көп пайдаланылады. Себебі біз виртуалды көзәйнектер арқылы болашақ мамандарды, ұшқыштарды немесе басқа да медицина мамандарын дайындау біз үшін өте оңай. Ал тағы да айта кететін нәрсе, бұрында осы интернетсіз қоғам кезінде ежелгі заманда адамдар ұзақ осындай талантты адамдар, ғұлама адамдар өз білімдерін шығара алмады, өз таланттарын көрсете алмады. Себебі оларда бұнда интернет желісі болмады. Неліктен қазіргі адамдар өз таланттарын еркін көрсете алады? Себебі қазіргі кезде жаңалықтар сағат сайын, минут сайын жаңарып отырады. Біз қазіргі болған жаңалықты 1 минуттан кейін көре аламыз. Себебі Google компаниясының өзінде бір күннің ішінде миллионнан астам ақпарат кіреді. Мұның барлығы заманның талабы, заманның дамуын білдіреді. Және де бұл нәрсенің барлығы біз үшін өте пайдалы. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі оппозиция лидері Әбдікер Әсел ханымға берілетін уақыт 5 минут. Бұл палата қазіргі кезеңде виртуалды шындықпен қолдану басым деп санайды. Жалпы енді ғаламтор сөзін толығымен ашып өтейік. Ғаламтор, яғни ғаламды орап тұрған көзге көрінбейтін тор. Сол арқылы бұл ғаламтор бір сәтте ғана бүкіл әлемді қоршап жаулап алды. Тек қана ересек адамдарды ғана емес, сонымен қатар жасөспірімдер мен балаларды да. Қазіргі уақытта актуалды жағдайлардың бірі ол ата-аналар балаларының қолдарына телефондарын беріп тынышталғысы келеді, бірақ балалар немен айналысып, не көріп жатқанымен ешқашанда бейхабар. Яғни көріп отырғандарыңыздай қазіргі уақытта бұл осы актуалды жағдай, яғни карантин режиміндегі арақашықтықтан оқыту. Бұндай оқытуда әрине біздерде білім алудамыз, бірақ білім деңгейіміз өте қатты төмендеп бара жатыр. Сонымен қатар офлайн қарым-қатынас. Мен осы кезде Айбек мырзаның сөзіне қарсы шыққым келіп отыр. Себебі онлайн қарым-қатынастан көрі офлайн қарым-қатынас әлде қайта артық және әлде қайта пайдалы. Себебі онлайн қарым-қатынас болған кезде, яғни оны жасаған кезде, ол кезде адам өзінің эмоциясын жоғалтып, ішіндегі бар эмоциясын қысып қалуы мүмкін. Сондықтан да әрқашанда офлайн қарым-қатынаспен айналысқан болсақ, ендеше біз бар эмоциямызды шығарып, осы айналаға деген мейірімділік пен ақкөңілімізді бөлер еді. Және де тәуелділік. Ғаламторға деген тәуелділік. Қазіргі уақытта Ресей Федерациясында және де басқа да елдерімізде біздің наркомания деген диагноз қойылды. Бірақ ол Қазақстан мемлекетінде қабылданған жоқ. Егер де осы интернетке тәуелділікке біз келіп жолығатын болсақ, ендеше біз одан шығуымыз да өте қатты қиындыққа шығады. Ал енді интернетсіз қоғам. Біз Абай Құнанбаев атамыздың өмір сүрген кезеңдерін есімізге ала түсейік. Абай Құнанбаев атамыздың өлеңдері де, әндері де дәл солай танымал болды, және ешқашанда еш жерден де түскен емес. Оның танымалдылығы ол елден, жұрттан жұртқа барып отырды. Яғни сол арқылы ол танымал болды. Және де менің ойымша интернетсіз де, ғаламторсыз да, ешқандай да ондай желілерсіз де адамдар танымал бола алады. Тек қана ол өзінің қолында. Себебі Абай Құнанбаев атамыз қазір бұрынғының емес, тіпті қазір осы болашағымыздың да атақ даңқын көтеріп отыр. Ендеше симптомдарды айта кетейік. Симптомдар қазіргі уақытта цифровой симптом дегенде болады, және де қарапайым ғана көз жанары. Балалардың көбісі қазір көз жанарынан айырылуда. Неліктен? Себебі ата-аналардың бұл нәрселерге байыпты қарамағандығына. Және де білім саласы. Білім саласы қазір өте қатты төмендеп барады. Неліктен? Себебі қазір карантин режимінде оқығандықтан, сонымен қатар арақашықтықтан оқығандықтан. Әрине, арақашықтықтан оқу біреуге пайдалы болған шығар, бірақ біз үшін қазір уақытта мүлдем пайдасын әкеліп жатқан жоқ. Және де тәрбиеге келетін болсақ, ата-аналардың тәрбиесі де дәл осы кезде осы ғаламтор арқылы бұзылып жатыр деп ойлаймын. Себебі сізге қоятын сұрағым, сіз айтып жатсыз ғой, мысалға қашықтықтан оқыту білім сапасын төмендетіп жатыр деп жатсыз. Енді қазір өзіміз білеміз, пандемияға байланысты барлығы қашықтан оқып жатыр. Сонда сіз өзіңіз айтып көріңізші, қашықтан оқымасақ пандемия кезінде басқа қалай оқуымызға болады біздің?
Әрине бұл сұраққа жауап беру, бұл сұрақ өзі өте орынды сұрақ деп табамын. Және де әрине егер де бұндай карантин режимі болмағанда, пандемия уақыты болмағанда біз міндетті түрде мектепте оқитын едік. Және де қазіргі уақыт, егер де сіз дәл солай онлайн түрде оқу бізге пайдалы деп ойласаңыз, ендеше ойланып қараңызшы. Біз онсыз да пандемия уақытында, сонымен қатар біз осы онлайн оқу арқылы барлық өзіміздің денсаулығымызды, барлық энергиямызды дәл осы телефон не болмаса басқа да құралдарға беріп отырып, денсаулығымызды одан есе төмендеткенімізді қалайсыз ба? Енді әрі қарай жалғастырайық. Тәрбиеге келетін болсақ, қазіргі уақытта осы ғаламторда ешқашанда ақиқат пен жалған бірге жүрмейді. Яғни ол ғаламтордың ішінде ақиқаты да жалғаны да болады, және оны адамдар айыра алмайды. Сондықтан да біз балалармен қатар ересектердің де миын улап алуымыз мүмкін. Менің ойымша, дәл осы ғаламторды өте аз мөлшерде қолданып, оның орнына көбірек осы отбасымызға немесе осы қоршаған ортамызға көңіл бөлгеніміз дұрыс деп ойлаймын. Келесі сөз үкімет спикері Тасболатова Шұғыла ханымға беріледі. Берілетін уақыт 5 минут уақыт. Сөз бергендеріңізге көп рахмет. Қазіргі кезде интернет қолданушыларының саны күннен күнге артып келе жатыр. Және де осы қолданушылардың саны артқан сайын интернеттің адамдарға деген ықпалының да артатындығы анық. Соған байланысты біз интернетті тиімді түрде пайдалана аламыз. Және де ойлап қарайтын болсақ, әлеуметтік желілердің көмегімен адам өзінің уақытын өте жақсы тиімді түрде үнемдей алатындығы бар. Мысалға айтатын болсақ, қазіргі кезде біз дүкендерге барып келудің орнына арнайы сайттардан тапсырыс беріп, өзімізге керек нәрселерді ала аламыз. Және де қазіргі кезде дәрігердің қаралуына жазылу үшін ұзақ кезектерде тұрудың да қажеті жоқ. Яғни қазіргі кезде арнайы сайттардың арқасында сайттарға кіру арқылы біз өзіміздің дәрігерлердің қаралуына тезірек жазыла аламыз. Және де біз осыған байланысты біз тек қана интернетті ғана емес, әлеуметтік желілерді ғана емес, сонымен қатар уақытымызды да тиімді түрде үнемдей білуіміз керек. Мысалға, егер де біз күнделікті өзіміздің күнімізді жоспарлап қоятын болсақ, осы кезде менің ойымша интернетке деген тәуелділіктен қашып құтылуға болады. Және де қазіргі кезде пандемияның кесірінен барлық оқушылар да қашықтықтан оқытуда жүрміз. Мысалға, қашықтықтан оқытуда мен білім саласының төмендеуі дегенге келіспеймін. Себебі алдыңғы оқыту жылының аяғында дәл осы білім министрі және де сала министрлерінің берген сұхбатына байланысты айта кететін болсақ, осы алдыңғы оқыту жылы бойынша ешқандай да білім деңгейінің төмендеуі елімізде байқалмаған. Және де сала министрінің сөзі бойынша дәл қазіргі кезде қашықтықтан оқыту ең тиімді тәсіл болып отыр. Себебі біз қашықтықтан оқыту балаларға зиян деп, біз оқытуды да тоқтатып тастай алмаймыз, және де балалардың мектепке бары осы вирустың таралып кетуіне де жол бере алмаймыз. Сондықтан да қазіргі кезде қашықтықтан оқыту өте ең тиімді тәсіл болып табылады. Және де қазіргі кезде жаңа технологиялар, интернеттер, әлеуметтік желілердің күннен күнге жақсы дамып келе жатыр. Дәл осы әлеуметтік желілер күн сайын дамыған сайын, олармен қоса жаңа мамандықтардың да туындап жатыр. Мысалға, оларға веб-мастер немесе копирайтер деген сияқты мамандықтарды жатқыза аламыз. Және де олардың ішінде аса сұранысқа ие мамандықтар да бар. Оларға біз IT мамандығын жатқыза аламыз. Әлемдік рейтинг бойынша IT мамандығы ең қажет мамандықтардың ішінде екінші орында тұр екен. Бұл дегеніміз IT мамандығы әлемнің әрбір жерінде сұранысқа ие дегенді білдіреміз. Және де осы жерде айта кететін нәрсе, 2017 жылы тұңғыш президентіміз елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша бағдарламасының 4-ші дәрежесінде дәл осы IT мамандығын дамыту тұр. Ол дегеніміз, қазіргі осы 2017 жылдан бері осы бағдарлама қабылданғалы бері бізде IT мамандығы қарқынды түрде дамып келе жатыр. Бірақтан, дәл осында көрсеткіштерге қарамастан да қазіргі кездің өзінде бізге мамандардың жетіспеушілігі және де технологияларды одан самай дамыту, яғни осылардың дамыту керекпіз. Және осылардың барлығы біздің қазіргі еліміздің цифрлық экономикасын қанағаттандырып тұрған жоқ. Бұл дегеніміз, біз әлі күнге
әлеуметтік желілерді ары қарай дамытуымыз керек болып табылады. Сөз оппозиция спикері Ағабек Аружан ханымға беріледі. Берілетін уақыт 5 минут уақыт. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Мен енді өз ойымды айтып кететін болсам, бірінші кезекте мен Шұғыла ханымның айтқан сөзіне келіспейтін жақтар, қарсы жақтарымды айтып өтсем. Біріншіден, онлайн платформасында оқу дедіңіз. Ол бізге керісінше төмендеуде емес, еш өзгермегенін айттыңыз. Бірақ қазіргі кезде ол менің ойымша білім сапасы төмендеді деген ойдамын. Себебі адамдар бір-бірімен эмоция арқылы қарым-қатынас жасай алады. Мысалы, сіз мұғаліммен арасында қарым-қатынас болған кезде, егер сіз қызық мәлімет білген кезде, сізде өзіңіздің, яғни сырт келбетіңізде эмоция пайда болады. Сол арқылы сіз өзіңіздің іштегіңізді сыртқа шығара аласыз деп ойлаймын. Және де тестовка туралы айттыңыз, онлайн тапсырыс беру. Онлайн тапсырыс беру кезінде біз интернетке нақты сене алмаймыз. Себебі ондағы тағамдардың бұзылып-бұзылмауын білмейміз. Немесе ол бізді алдап кете ме, алдап кетпейтініне біз нақты сенімді бола алмаймыз. Ал енді келесі кезекте менің лидерімнің сөзіне толықтырып кететін болсам, қазіргі кезде бізде тәуелділік деген пайда болды интернетке. Интернетке тәуелділіктің өзі 4 сатыдан тұрады. Оның бірінші сатысы интернетті пайдалану, яғни интернетпен танысу, ал екінші сатысы болса интернетті пайдалану, яғни оның үстінен мәліметтер іздей бастау. Ал үшінші сатысы сол интернеттегі қызықты мәліметтер тауып сен одан бес-бетер соған жақындай беруің. Ал төртінші сатысы интернеттен шыға алмау. Және де цифрлық симптом деп айтып жатыр. Цифрлық симптом дегеніміз ол яғни телефоннан беріліп жатқан күн сәулесі. Біз бұрынғы кездері даладан күн сәулесін аңсайтын тұғымыз. Ал қазіргі кезде телефоннан шығып жатқан күн сәулесі, яғни бета сәулесі адам көзіне кері әсерін беріп жатыр. Яғни ол адамның денсаулығын құртуға алып келіп соғып жатыр. Және де айтатын жағдай, жаңа де айтып жатыр, интернетсіз ғалам деп жатыр. Интернетсіз ғалам дегеніміз, ол мысалы менің лидерім Абай Құнанбаевты мысалға алып кететін болса, мен өзімнің Әл-Фараби атамызды мысалға алып кетсем болады. Яғни ол Әл-Фараби атамыз бұрынғы кездер интернет болмаса да танымал болды. Ол ізденісті талап етті. Ал қазіргі кезде көп нәрсені интернеттен көре салғандықтан бізде адамда еріншектік деген пайда бола бастады. Ал ол кездері болса Әл-Фараби атамыз еш ерінген жоқ. Керісінше ол кітаптарға тоймады, кітаптарды қайта-қайта ізденіс керек болды оған. Сол себепті ол өзінің білімін шыңдай түсті деген ойдамын. Келесі сөз парламент мүшелеріне беріледі. Ермекбаева Эльмира француз тілінде өз ойын білдіреді. Bonjour les professeurs et étudiants. Thème rapidez relation libre-ennemi tout savez-vous. Tout ça fait pour ramasser la radio en de télévision à cause. Comment si vous voyez une personne préfidado et d'autres experts sur les réseaux sociaux. Reus evil devient publié en termes d'établissement virtuel que de la vraie vie. Vraie vie, certaines personnes pensent que de l'interaction physique ou dommage physique de la vie virtuelle. Autour de cela sont différents les lentilles pacifiques. Raison aujourd'hui, il y a ce qu'un rang de la vie virtuelle avec les rêves modèles des institutions sont pour la communication virtuelle. Et monsieur et chez simplement Sambarda est la suivante et monnaie do page penku musamo procédé virtuel pour descendre transformer communication virtuelle relate et moteno. Само trois légions sont levées d'où ça pour essayer de choisir la quatre formes. Je vous remercie. Сөз кезегі парламент мүшесі Қуантқан Бекзат мырзаға беріледі. 2-3 минут бар. Мен өз ойымды екі тарапқа да қосыламын. Себебі әр нәрсенің теріс жағы да және оң жағы да болады. Мысал келтіретін болсақ, онлайн платформаның бізге зияны да және пайдасы да бар. Зиян жағына келетін болсақ, біздің оқу сауаттылығымыз сәл де болсын нашарлайды және де бізге
ол кезде біз сабаққа көп назар аудармаймыз. Көп уақытымызды телефон немесе компьютер гаджеттердің алдында отырып өткіземіз. Ал жақсы жағына келетін болсақ, қазіргі кездегі пандемияның түрлі ауру, жұқпалы аурудан сақтанып үйде отырамыз. Тағы қазіргі кездегі университеттер немесе колледждердің офлайн оқығанын қалаймын. Себебі мысалы медицина университеттеріндегі адамдар оларда көп жүзінде практикамен және практика жүргізіп өзінің білімін жетілдіру қажет. Себебі адам денсаулықтарын, мысалы ағзасы немесе басына ауыратын көп жағдайда практика жүзінде біліп, өздері көріп, сезінсе, адамның есінде ұзақ сақталады. I support both sides. Often all oversight has its pros and cons. For example, under the invasion of the existing online platform, we are roving the quarantine rules. We need to stay healthy at home. But we want some university is study offline. Сараптама бөлімі алғашқы сөзді оппозиция лидері Әбдікер Әселге беріледі. Берілетін уақыт 4 минут уақыт. Менің ойымша, әлі де біз дәл осылай офлайн түрде қарым-қатынаста болуымыз керек. Неліктен? Себебі барлық тәрбие де, барлық іс-әрекет, мінез-құлық та дәл осы офлайн, онлайн қызметіне қарай тоқталады. Әрине, ғаламторсыз қазір өмір жоқ деп айтылғанмен де, ғаламторды өте аз мөлшерде қолданып, табиғатпен, отбасымен қарым-қатынаста болсақ, және де офлайн қарым-қатынаста болсақ, ендеше менің ойымша бізден көптеген жақсы нәтижелер шығады. Сонымен қатар біз заманды әрі қарай дамыта аламыз, тіпті ғаламтордың аз мөлшерін қолдансақ та. Менің ойымша технологияны да, тіпті кез келген білім саласында біз ғаламторсыз дамыта аламыз деген ойдамын. Мен әлі де өз ойымнан тайқытпаймын. Неліктен? Себебі әрқашанда офлайн қарым-қатынас бізге жақсы нәтижелер әкеледі. Және де біз ғаламторды аз мөлшерде қолданып қана біз жаңағы Шұғыланың сөзіне қарсылық танып кететін болсам, біз техниканы да, технология, біз тіпті білім саласында ғаламторды аз мөлшерде қолданып біз жетістікке жете аламыз. Себебі осы уақытқа дейін біздің ата-бабаларымыздың салт-дәстүр, әдет-ғұрыппен келгендігі және оның барлық білім саласын бізге әкелгендігі, оның барлығы ғаламторсыз жасалған жоқ па? Сондықтан да менің ойымша дәл осы ғаламторды аз мөлшерде қолдануымыз керек, және де әрқашанда пайдалы жағынан. Менің ойымша болмайтын уақыт бізге өте аз мөлшерде берілген, сондықтан уақытымызды болмайтын нәрселерге құртпай, тек қана өзімізге білім саласында қажет жағынан ғана қолдануымыз қажет. Және де табыс табуға келетін болсақ, қазіргі уақытта әрине білеміз, ғаламтор арқылы табыс табуға болады. Бірақ ол табыстың берекесі болмауы мүмкін. Себебі ол жерден алынған табыс әрқашанда көзге көрінбей қалатын біз естиміз. Және де қашықтықтан білім алуға қайта оралатын сәт келіп тұрған сияқты, менің ойымша біз мектеп мекемесінде де оқуымызға болады. Яғни біз қазіргі осы пандемия уақытына қарамастан да біз карантиндық режимді ұстап отырып, мектепке келіп оқуымызға менің ойымша әбден болады деп ойлаймын. Сонымен қатар мамандықтар, әрине қазір копирайтинг немесе басқа да мамандықтар бар, бірақ олар менің ойымша шынайы ақиқат мамандықтар емес. Бұрынғыдан келе жатқан біздің мұғалімдік немесе дәрігерлік, сонымен қатар өрт сөндіруші, ғарышкер, дәл осы сияқты мамандықтарды әрі қарай біз дамытсақ екен деп ойлаймын. Себебі осы арқылы біздің ата-анамыз осы нәрсе арқылы бізге тәрбие берді. Ал біз сол тәрбиені ертең өзіміздің ұрпағымызға қалай айтамыз? Мен копирайтинг жұмысын жасадым деп қалай айтамыз? Сондықтан да менің ойымша біз қарапайым ғана және де үлкен жетістікке апаратын мамандықтарды таңдауымыз керек. Үкімет лидері Масбек Айбек Мырзаға беріледі. 5 минут уақыт. Көп рахмет. Енді мен өз ойымды, идеямды сараптай кетейін. Ең бірінші айта кететін нәрсем, өзіміз білеміз, қазір дамыған заман 21 ғасыр. Қазіргі мына жерде айтылып жатқан нәрсенің барлығы біз бұрынғы заманнан 20 ғасырдан бері келе жатқан әдет-ғұрыптар, осындай ғаламторсыз жетті, осындай деп жаңағы идеялар айтып жатсыздар. Сіз енді өзіңіз ойланып қараңызшы. Бізге интернет болмағандықтан сол әдет-ғұрыптар толық күйінде жетпеді.
Ал егерде сол кезде интернет болғанда мүмкін біз бұл қазіргі әдет ғұрыптан 2 есе көп әдет ғұрып алатын ба едік, немесе одан да көп нәрсе алатын ба едік. Және де қазір Қазақстанның өзінде ең бірінші осындай нелер ең мықты деген сайттардың барлығын 2018 жылдары қосылды, яғни 1998 жылдан бастап Қазақстанға осындай интернеттің түрлері келіп, жылдамдықтары арту мақсатында қолданыла бастады. Қазіргі кезде осы әлем бойынша 3,5 миллиардтан астам адам интернетті қолданады. Және де айта кететін нәрсе, сіз бағана өзіңіз Әсел ханым сөйлеген кезде сіз мамандық туралы айттыңыз. Мамандықты сіз ең басында айтпадыңыз, сондықтан да сараптама кезінде жаңа идея қосып отырсыз. Бұл менің төрешілерге айта кететін нәрсе, осы нәрсені ескере кетсеңіз, жаңа идея қосылды бұл кезде. Және де Қазақстанда осы идея мысалға барлығы офлайн түрге тартып жатыр да, онлайндың барлығын өшіріп тастап, тек офлайн түрде, тек барлығы бетпе-бет қарым-қатынас болса, барлығы сонда жүзбе-жүз болса, интернетке кірмесе деген нәрселер айтылып жатыр. Неге бізге мысалға қазір Қазақстанның басты бағыты дамыған 30 елдің қатарына қосылу? Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, интернетті біз техниканы дамытсақ, неліктен берілген қойылған мерзімнен бұрын Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қоспасқа? Өздеріңіз ойланып қараңыздар. Және де тағы да білімнің сапасы офлайн түрде оқысақ жоғарылайды дедіңіздер. Енді білімнің сапасы офлайн түрде оқыса жоғарылайды. Ал онлайн түрде оқыса одан да жоғарылауы мүмкін. Сіз оған кепілдік бере алмайсыз, себебі онлайн түрде біз қазір кезде жаңадан шығып жатқан жаңалықтардың барлығын көре аламыз, оқи аламыз. Қазіргі кезде барлығы өте оңай, қолжетімді нәрсе. Және де сіздер және де айттыңыздар, Әл-Фарабиді айттыңыздар, Абайды айттыңыздар, осы уақытқа ғұламаларды осында ғаламторсыз жетті дедіңіздер, жетістікке, дұрыс па? Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, егер де сол кісілер, мысалға өзіміз білетін Әл-Фараби, ол кезде ол өз білімді қайтып алды. Отырардың кітапханасында болмағаннан кейін ол Иракқа жол жүріп, Бағдаттан алды білімді. Ол жол жүріп жүрді. Ал егер сол кезде интернет болғанда, ол өзінің үйінде еш жерге шықпай ғана, мысалға ол кезде айтпай қойын, қазіргі кезде сіз білім алу үшін Бағдатқа барып оқу, немесе отырарға барып кітап оқу, ол маңызды нәрсе емес. Ол үйде отырып та қазіргі кезде онлайн кітаптар бар. Біз ол нәрсені, білімді телефон арқылы, ұялы телефондар арқылы да ол білімді ала аламыз. Және алаяқтар көбейіп кетті дедіңіздер. Жәнедегі тапсырыс беру кезінде біздің ойымыздағыдай болмай қалуы мүмкін дедіңіздер. Қазіргі кезде заңдар, түрлі заңдар бар, алаяқтарға арналған заңдар бар, осындай онлайн түрде істейтін. Және де егер де сіздің тапсырыңыз ойыңыздағыдай болмай қалса, тапсырысты қайтарып беруге болады. Және де айта кететін нәрсе, ол кезде мысалға өте көп деген санармен жүруді, ол қазір енді ол нәрсе жүрмейді. Мысалға түрлі сандық технология арқылы жүру мысалға ол кезде қатты дамымады. Сондықтан да олардың барлығы білімдерді өздері іздеді дедіңіздер. Ол білімді тек қана ізденіс, ол үшін жан-жаққа жол жүру, немесе тек қана офлайн емес, интернетке қарамай білім алу негізінде өте қиынырақ нәрсе. Себебі біз интернет арқылы білімімізді жаңарта аламыз, интернет арқылы білімді күшейте аламыз. Және де менің айтқан осы басында айтқан идеяларыма, яғни аргументтеріме қарсылық көп ала алмадым. Себебі оған қарсылық тек мен екі ғана тақырыпқа алдым, екі ғана аргументіме қарсылықты алдым, қалған виртуалды әлемнің шынайылығына, ақиқат екеніне қарсылық ала алмадым өкінішке орай. Және де цифрлы технологияның дамуына қарай қарсылық ала алмадым. Мұның барлығы мен үшін және де ең соңғы сөзімді аяқтайын. Офлайн арқылы біз бір-бірімізбен қарым-қатынасты яғни жақсарта аламыз дедіңіздер. Енді офлайн түрде біз алыстағы елдегі достарымызбен, немесе туыстарымызбен қарым-қатынас жасау қиын. Онлайн түрде жасасақ оңай. Қазақстан елін дамыған 30 елдің қатарына цифрлы технология арқылы қосу біз үшін өте оңай. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Бүгінгі дебатқа қатысушы оқушылар бұл раундтың қорытындысын шығару барысында мынандай сыни кезеңдерді мен айтып кетер едім. Бірінші мына жерде енді төреші парағын пайдаландық. Бұл жерде үкімет лидері Жуасбек Айбек бұл өзінің кейсіне жазылған барлық
тірек сөздердің барлығында нақты әрі қажетті дүниелерді айтып, мен 10 балл қойдым біріншіден. Екінші, кім? Әбдікер Әсел, ол оппозиция лидері. Оппозиция лидері өзінің тірек сөздерінің, яғни аргументтерінің барлығына толық жауап бере алды. Бірақ жауаптарында кейбір жерлерде сыни тұрғыдан ойлану арқылы нақты бір ұтымды жауап 100% бола алмады. Сондықтан да мен 9 балл қойдым. Одан кейін үкімет спикері Тасболатова Шұғыла, бұл жерде бірінші, яғни өзінің ойын жақсы жеткізіп келді, толықтырып отырды және солай, бірақ өзінің жаңа толықтыру барысында мынау нелері келтірілген дәйектері сол жеткіліксіздеу, нақты болғанымен жеткіліксіздеу болды. Сондықтан да дәйектерге өмірден алынған мына көптеген көріп жүрген кезеңдердегі болып жатқан өзіміздің айналамыздағы алыстағы емес, осы нәрселерге көбірек көңіл бөлгенде болар еді деп ойладым. Сөйтіп, міне бұл 8 балл болып есептелінді. Сонда сіздерде общий 18 балл. Так, Ағабек Аружан. Ағабек Аружан бұл оппозиция спикері, өзінің ойын жеткізе алды. Бұл жағдайда қарсылықты да жақсы көрсете алды. Қарсылықпенен ол өзінің дәлелін айтты. Себебі адам денсаулығының, әсіресе өскелең ұрпақтың бұл көз ауруларына ұшырауының өте үлкен қауіпті қатері бар екенін айтып кетті. Бірақ бұл жерде күн сәулесі дегеніңіз дұрыс болмады. Күн сәулесі күннен келіп түсетін ғана сәуле. Бұл жерде бета сәулелері, ол енді бұл табиғи нәрсе емес қой бұлар. Сондықтан да күннің сәулесімен екеуін бірдей деңгейде қойғаның сәл ол шатасу болып саналды. Сондықтан да Ағабек Әселге мен бұл жерде 8 балл қойдым. Ал енді парламент мүшелері негізі бұл жерде өте ұтымды жауап айтты. Себебі көптілділікті емін-еркін пайдалана алдыңдар. Парламентке негізі балл қойылу бұл жерде жоқ бізде, бірақ дегенмен де қатысушы болғаннан кейін мен сендерге екеуіңе де 10 балл. Кімге? Эльмираға, Эльмираға өте жақсы айтты, француз тілінде түсіндіріп өтті, және мағынасы да түсінікті әрі жеңіл айтылды. Одан кейін Қуантқан Бекзат өзінің ойын жеткізе алу сатысында көптеген кішкене қобалжулар болды. Сондықтан да 10 балдан 8 балл берілді. Сонда 18 балл. Сараптама нәтижесі бойынша маған ұнағаны үкімет лидерінің өзінің, яғни дебат факторларына шынайы өмірде мысал алуы, одан кейінгі мықты жаңағы сұрақты қою арқылы ол өзінің ұпайын тез жинай алды. Сұраққа жауап берілді, бірақ берілген сұрақ өте ұшқыр болды, сыни тұрғыдан қойылған сұрақ болды. Дегенмен де қарсы оппозиция лидері одан ешқандай танылмай тез жауап бере алды. Бұл жағыда сұрақ қоюың бұл өте өзіңізге үлкен плюс болды. Өткір сұрақ қою дедім, оған тез ұтымды жауап ала алды дедім. Не өз мақсатына жетіп тұр. Сондықтан да премьер-министрге мен тағы да оның өзінің сараптамасына 10 балл қойдым. Әбдікер Әсел ханым бұл жерде оппозиция лидері. Бұл оппозиция лидерінде өзінің пікірталас негізінде өзінің тақырыптарын бәрін атап шықты, және сол аталған тақырыптарға негіз бере алды. Және тағы да өз кейсінен артық кейс деген жаңағы аргументтеріне тағы да қосымша да айтып кете алды. Көзқарастары нақты, және бұл Әбдікер Әселге мен 10 балл бердім. Мына осындай. Сондықтан да бүгінгі дебаттың нәтижесінде мен жеңіске жетіп отырған 10 балл, 9 балл, 19 балл, 29 балл. 29 балл менен үкімет лидері мен спикерін айта аламын. Ал екінші оппозиция лидері мен спикері ешқандай қалыс қалып отырған жоқ, бірақ дегенмен де сыни тұрғыдан ойлау, шапшаң сұрақ қою жағынан сәл
төмендеу болды. Сондықтан да сіздердің балдарыңыз 9-8-17 балл және 10-27 балл. Бір ғана балға айырмашылық жасалды. Парламент төрешілері өздерінің өте сауаттылығын, көп тілділігін меңгергендігін және жан жақты екендігін білдірді. Назарларыңа көп рахмет. Сөз оппозиция спикері Ағабек Аружан ханымға беріледі. Берілетін уақыт 5 минут уақыт. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Мен енді өз ойымды айтып кететін болсам, бірінші кезекте мен Шұғыла ханымның айтқан сөзіне келіспейтін жақтар, қарсы жақтарымды айтып өтсем. Біріншіден, онлайн платформасында оқу дедіңіз. Ол бізге керісінше төмендеуде емес, еш өзгермегенін айттыңыз. Бірақ қазіргі кезде ол менің ойымша білім сапасы төмендеді деген ойдамын. Себебі адамдар бір-бірімен эмоция арқылы қарым-қатынас жасай алады. Мысалы, сіз мұғаліммен арасында қарым-қатынас болған кезде, егер сіз қызық мәлімет білген кезде, сізде өзіңіздің, яғни сырт келбетіңізде эмоция пайда болады. Сол арқылы сіз өзіңіздің іштегіңізді сыртқа шығара аласыз деп ойлаймын. Және де тестовка туралы айттыңыз, онлайн тапсырыс беру. Онлайн тапсырыс беру кезінде біз интернетке нақты сене алмаймыз. Себебі ондағы тағамдардың бұзылып-бұзылмауын білмейміз. Немесе ол бізді алдап кете ме, алдап кетпейтініне біз нақты сенімді бола алмаймыз. Ал енді келесі кезекте менің лидерімнің сөзіне толықтырып кететін болсам, қазіргі кезде бізде тәуелділік деген пайда болды интернетке. Интернетке тәуелділіктің өзі 4 сатыдан тұрады. Оның бірінші сатысы интернетті пайдалану, яғни интернетпен танысу, ал екінші сатысы болса интернетті пайдалану, яғни оның үстінен мәліметтер іздей бастау. Ал үшінші сатысы сол интернеттегі қызықты мәліметтер тауып сен одан бетер соған жақындай беруің. Ал төртінші сатысы интернеттен шыға алмау. Және де цифрлық симптом деп айтып жатыр. Цифрлық симптом дегеніміз ол яғни телефоннан беріліп жатқан күн сәулесі. Біз бұрынғы кездері даладан күн сәулесін аңсайтын тұғымыз. Ал қазіргі кезде телефоннан шығып жатқан күн сәулесі, яғни бета сәулесі адам көзіне кері әсерін беріп жатыр. Яғни ол адамның денсаулығын құртуға алып келіп соғып жатыр. Және де айтатын жағдай, жаңа де айтып жатыр, интернетсіз ғалам деп жатыр. Интернетсіз ғалам дегеніміз, ол мысалы менің лидерім Абай Құнанбаевты мысалға алып кететін болса, мен өзімнің Әл-Фараби атамызды мысалға алып кетсем болады. Яғни ол Әл-Фараби атамыз бұрынғы кездер интернет болмаса да танымал болды. Ол ізденісті талап етті. Ал қазіргі кезде көп нәрсені интернеттен көре салғандықтан бізде адамда еріншектік деген пайда бола бастады. Ал ол кездері болса Әл-Фараби атамыз еш ерінген жоқ. Керісінше ол кітаптарға тоймады, кітаптарды қайта-қайта ізденіс керек болды оған. Сол себепті ол өзінің білімін шыңдай түсті деген ойдамын. Келесі сөз кезегі парламент мүшелеріне беріледі. Ермекбаева Эльмира ханымға. Уақыты 2-3 минут. Bonjour les professeurs et étudiants. Келесі сөз парламент мүшелеріне беріледі. Ермекбаева Эльмира француз тілінде өз ойын білдіреді. Bonjour les professeurs et étudiants. Thème rapidez relation virtuelle tout sevelik. Tout self Facebook hamasi la radio on temile télévision kursi. Como si hubiesen personas prejudicado en de dotes pers sorli rechazación. Reus evil divers publique entran de établissement virtuel que de la vraie vie. Certaines personnes pensent de l'insérer physiquement ou dommage physique de la vie virtuelle. Autour de solutions différentes, les lentilles possibles. Raison aujourd'hui, il y a ce que en rendre la vie virtuelle avec les modèles des intersos de la communication virtuelle. Et c'est simplement Sambarda pressen eller suivat monnaie do patch pentru musamo for procédé virtuel for descente transforme communication virtuelle relate bilat muteno. Samut tuel legion so lobby do so pour essayer de choisir la titre forme. Je vous remercie. Келесі парламент мүшесі
Қуантқан Бекзат мырза ағылшын тілінде өз ойын білдіреді. Келесі парламент мүшесі Қуантқан Бекзат өз ойын Келесі сөз кезегі парламент мүшесі Қуантқан Бекзат мырзаға сөз беріледі. 2-3 минут уақыт. I super excited. Мен өз ойымды екі тарапқа да басын Келесі сөз кезегі парламент мүшесі Қуантқан Бекзат мырзаға беріледі. 2-3 минут уақыт. Мен өз ойымды екі тарапқа да қосыламын. Себебі әр нәрсенің теріс жағы да және оң жағы да болады. Мысал келтіретін болсақ, онлайн платформаның бізге зияны да және пайдасы да бар. Зиян жағына келетін болсақ, біздің оқу сауаттылығымыз сәл де болсын нашарлайды, және де бізге ол кезде біз сабаққа көп назар аудармаймыз. Көп уақытымызды телефон немесе компьютер гаджеттердің алдында отырып өткіземіз. Ал жақсы жағына келетін болсақ, қазіргі кездегі пандемияның түрлі ауру, жұқпалы аурудан сақтанып үйде отырамыз. Тағы қазіргі кездегі университеттер немесе колледждердің офлайн оқығанын қалаймын. Себебі мысалы медицина университеттеріндегі адамдар оларды көп жүзінде практикамен және практика жүргізіп өзінің білімін жетілдіру қажет. Себебі адам денсаулықтарын мысалы ағзасы немесе басына ауыратын көп жағдайда практика жүзінде біліп, өздері көріп, сезінсе, адамның есінде ұзақ сақталады. I support both sides. Often all oversight has its pros and cons. For example, under the invasion of the existing online platform, we are robbing the quarantine rules. We need to stay healthy at home. But even some universities is study offline. Сараптама бөлімі. Алғашқы сөзді оппозиция лидері Әбдікер Әселге беріледі. Берілетін уақыт 4 минут уақыт. Менің ойымша, әлі де біз дәл осылай офлайн түрде қарым-қатынаста болуымыз керек. Неліктен? Себебі барлық тәрбие де, барлық іс-әрекет, мінез-құлық та дәл осы офлайн онлайн қызметіне қарай тоқталады. Әрине, ғаламторсыз қазір өмір жоқ деп айтылғанмен де, ғаламторды өте аз мөлшерде қолданып, табиғатпен, отбасымен қарым-қатынаста болсақ, және де офлайн қарым-қатынаста болсақ, ендеше менің ойымша бізден көптеген жақсы нәтижелер шығады. Сонымен қатар біз заманды әрі қарай дамыта аламыз, тіпті ғаламтордың аз мөлшерін қолдансақ та. Менің ойымша технологияны да, тіпті кез келген білім саласында біз ғаламторсыз дамыта аламыз деген ойдамын. Мен әлі де өз ойымнан тайқытпаймын. Неліктен? Себебі әр қашанда офлайн қарым-қатынас бізге жақсы нәтижелер әкеледі. Және де біз ғаламторды аз мөлшерде қолданып қана біз жаңағы Шұғыланың сөзіне қарсылық танып кететін болсам, біз техниканы да, технология, біз тіпті білім саласында ғаламторды аз мөлшерде қолданып жетістікке жете аламыз. Себебі осы уақытқа дейін біздің ата-бабаларымыздың салт-дәстүр, әдет-ғұрыппен келгендігі және оның барлық білім саласын бізге әкелгендігі, оның барлығы ғаламторсыз жасалған жоқ па? Сондықтан да менің ойымша дәл осы ғаламторды аз мөлшерде қолдануымыз керек, және де әр қашанда пайдалы жағынан. Менің ойымша болмайтын уақыт бізге өте аз мөлшерде берілген, сондықтан уақытымызды болмайтын нәрселерге құртпай, тек қана өзімізге білім саласында қажет жағынан ғана қолдануымыз қажет. Және де табыс табуға келетін болсақ, қазіргі уақытта әрине білеміз, ғаламтор арқылы табыс табуға болады. Бірақ ол табыстың берекесі болмауы мүмкін. Себебі ол жерден алынған табыс әрқашанда көзге көрінбей қалатын біз естиміз. Және де қашықтықтан білім алуға қайта оралатын сәт келіп тұрған сияқты, менің ойымша біз мектеп мекемесінде де оқуымызға болады. Яғни біз қазіргі осы пандемия уақытына қарамастан да біз карантиндық режимді ұстап отырып, мектепке келіп оқуымызға менің ойымша әбден болады деп ойлаймын.
Сонымен қатар мамандықтар, әрине қазір копирайтинг немесе басқа да мамандықтар бар, бірақ олар менің ойымша шынайы ақиқат мамандықтар емес. Бұрынғыдан келе жатқан біздің мұғалімдік немесе дәрігерлік, сонымен қатар өрт сөндіруші, ғарышкер, дәл осы сияқты мамандықтарды әрі қарай біз дамытсақ екен деп ойлаймын. Себебі осы арқылы біздің ата-анамыз осы нәрсе арқылы бізге тәрбие берді. Ал біз сол тәрбиені ертең өзіміздің ұрпағымызға қалай айтамыз? Мен копирайтинг жұмысын жасадым деп қалай айтамыз? Сондықтан да менің ойымша біз қарапайым ғана және де үлкен жетістікке апаратын мамандықтарды таңдауымыз керек. Келесі сөз кезегі үкімет лидері Жуасбек Айбек Мырзаға беріледі. Кезегі үкімет лидері Жуасбек Айбек Мырзаға беріледі. 5 минут бар. Көп рахмет. Енді мен өз ойымды, идеямды сараптап кетейін. Ең бірінші айта кететін нәрсем, өзіміз білеміз, қазір дамыған заман 21 ғасыр. Қазіргі мына жерде айтылып жатқан нәрсенің барлығы біз бұрынғы заманнан 20 ғасырдан бері келе жатқан әдет ғұрыптар, осындай ғаламторсыз жетті, осындай деп жаңағыдегі идеялар айтып жатсыздар. Сіз енді өзіңіз ойланып қараңызшы. Бізге интернет болмағандықтан сол әдет ғұрыптар толық күйінде жетпеді. Ал егерде сол кезде интернет болғанда, мүмкін біз бұл қазіргі әдет ғұрыптан 2 есе көп әдет ғұрып алатын бедік, немесе одан да көп нәрсе алатын бедік. Және де қазір Қазақстанның өзінде ең бірінші осындай ең мықты деген сайттардың барлығын 2018 жылдары қосылды, яғни 1998 жылдан бастап Қазақстанға осындай интернеттің түрлері келіп, жылдамдықтары арту мақсатында қолданыла бастады. Қазіргі кезде осы әлем бойынша 3,5 миллиардтан астам адам интернетті қолданады. Және де айта кететін нәрсе, сіз бағана өзіңіз Әсел ханым сөйлеген кезде сіз мамандық туралы айттыңыз. Мамандықты сіз ең басында айтпадыңыз, сондықтан да сараптама кезінде жаңа идея қосып отырсыз. Бұл менің төрешілерге айта кететін нәрсе, осы нәрсені ескере кетсеңіз, жаңа идея қосылды бұл кезде. Және де Қазақстанда осы идея мысалға барлығы офлайн түрге тартып жатыр да, онлайндың барлығын өшіріп тастап, тек офлайн түрде, тек барлығы бетпе-бет қарым-қатынас болса, барлығы сонда жүзбе-жүз болса, интернетке кірмесе деген нәрселер айтылып жатыр. Неге бізге мысалға қазір Қазақстанның басты бағыты дамыған 30 елдің қатарына қосылу? Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, интернетті біз техниканы дамытсақ, неліктен берілген, қойылған мерзімнен бұрын Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қоспасқа? Өздеріңіз ойланып қараңыздар. Және де тағы да білімнің сапасы офлайн түрде оқысақ жоғарылайды дедіңіздер. Енді білімнің сапасы офлайн түрде оқыса жоғарылайды. Ал онлайн түрде оқыса одан да жоғарылауы мүмкін. Сіз оған кепілдік бере алмайсыз, себебі онлайн түрде біз қазір кезде жаңадан шығып жатқан жаңалықтардың барлығын көре аламыз, оқи аламыз. Қазіргі кезде барлығы өте оңай, қолжетімді нәрсе. Және де сіздер және де айттыңыздар, Әл-Фарабиді айттыңыздар, Абайды айттыңыздар, осы уақытқа ғұламаларды осында ғаламторсыз жетті дедіңіздер, жетістікке, дұрыс па? Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, егер де сол кісілер, мысалға өзіміз білетін Әл-Фараби, ол кезде ол өз білімді қайтып алды. Отырардың кітапханасында болмағаннан кейін ол Иракқа жол жүріп, Бағдаттан алды білімді. Ол жол жүріп жүрді. Ал егер сол кезде интернет болғанда, ол өзінің үйінде еш жерге шықпай ғана, мысалға ол кезде айтпай қойын, қазіргі кезде сіз білім алу үшін Бағдатқа барып оқу, немесе отырарға барып кітап оқу, ол маңызды нәрсе емес. Ол үйде отырып та қазіргі кезде онлайн кітаптар бар. Біз ол нәрсені, білімді телефон арқылы, ұялы телефондар арқылы да ол білімді ала аламыз. Және алаяқтар көбейіп кетті дедіңіздер. Жәнедегі тапсырыс беру кезінде біздің ойымыздағыдай болмай қалуы мүмкін дедіңіздер. Қазіргі кезде түрлі заңдар бар, алаяқтарға арналған заңдар бар, осындай онлайн түрде істейтін. Және де егер де сіздің тапсырыңыз ойыңыздағыдай болмай қалса, тапсырысты қайтарып беруге болады. Және де айта кететін нәрсе, ол кезде мысалға өте көп деген санармен жүруді, ол қазір енді ол нәрсе жүрмейді, мысалға түрлі сандық технология арқылы жүру мысалға ол кезде қатты дамымады. Сондықтан да олардың барлығы білімдерді өздері іздеді дедіңіздер. Ол білімді тек қана ізденіс, ол үшін жан-жаққа жол жүру, немесе тек қана офлайн емес, интернетке қарамай білім алу негізінде өте қиынырақ нәрсе. Себебі біз
интернет арқылы білімімізді жаңарта аламыз, интернет арқылы білімді күшейте аламыз. Және де менің айтқан осы басында айтқан идеяларыма, яғни аргументтеріме қарсылық көп ала алмадым. Себебі оған қарсылық тек мен екі ғана тақырыпқа алдым, екі ғана аргументіме қарсылықты алдым, қалған виртуалды әлемнің шынайылығына, ақиқат екеніне қарсылық ала алмадым өкінішке орай, және де цифрлы технологияның дамуына қарай қарсылық ала алмадым. Мұның барлығы мен үшін бір мен үшін не сапы өшір. Және де ең соңғы сөзімді аяқтайын. Офлайн арқылы біз бір-бірімізбен қарым-қатынасты яғни жақсарта аламыз дедіңіздер. Енді офлайн түрде біз алыстағы елдегі достарымызбен немесе туыстарымызбен қарым-қатынас жасау қиын. Онлайн түрде жасасақ оңай. Қазақстан елін дамыған 30 елдің қатарына цифрлы технология арқылы қосу біз үшін өте оңай. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Бүгінгі дебатқа қатысушы оқушылар бұл раундтың қорытындысын шығару барысында мынандай сыни кезеңдерді мен айтып кетер едім. Бірінші мына жерде енді төреші парағын пайдаландық. Бұл жерде үкімет лидері Жуасбек Айбек бұл өзінің кезінде жазылған барлық тірек сөздердің барлығында нақты әрі қажетті дүниелерді айтып, мен 10 балл қойдым біріншіден. Екінші, кім? Әбдікер Әсел, ол оппозиция лидері. Оппозиция лидері өзінің тірек сөздерінің, яғни аргументтерінің барлығына толық жауап бере алды. Бірақ жауаптарында кейбір жерлерде сыни тұрғыдан ойлану арқылы нақты бір ұтымды жауап 100% бола алмады. Сондықтан да мен 9 балл қойдым. Одан кейін үкімет спикері Тасболатова Шұғыла бұл жерде бірінші, яғни өзінің ойын жақсы жеткізіп келді, толықтырып отырды және солай, бірақ өзінің жаңа толықтыру барысында мынау нелері келтірілген дәйектері сол жеткіліксіздеу, нақты болғанымен жеткіліксіздеу болды. Сондықтан да дәйектерге өмірден алынған көптеген көріп жүрген кезеңдердегі болып жатқан өзіміздің айналамыздағы алыстағы емес, осы нәрселерге көбірек көңіл бөлгенде болар еді деп ойладым. Сөйтіп, міне бұл 8 балл болып есептелінді. Сонда сіздерде общий 18 балл. Так, Ағабек Аружан. Ағабек Аружан бұл оппозиция спикері, өзінің ойын жеткізе алды. Бұл жағдайда қарсылықты да жақсы көрсете алды. Қарсылықпенен ол өзінің дәлелін айтты. Себебі адам денсаулығының, әсіресе өскелең ұрпақтың бұл көз ауруларына ұшырауының өте үлкен қауіпті қатері бар екенін айтып кетті. Бірақ бұл жерде күн сәулесі дегеніңіз дұрыс болмады. Күн сәулесі күннен келіп түсетін ғана сәуле. Бұл жерде бета сәулелері, ол енді бұл табиғи нәрсе емес қой бұлар. Сондықтан да күннің сәулесімен екеуін бірдей деңгейде қойғаның сәл ол шатасу болып саналды. Сондықтан да Ағабек Әселге мен бұл жерде 8 балл қойдым. Ал енді парламент мүшелері негізі бұл жерде өте ұтымды жауап айтты. Себебі көптілділікті емін-еркін пайдалана алдыңдар. Парламентке негізі балл қойылу бұл жерде жоқ бізде, бірақ дегенмен де қатысушы болғаннан кейін мен сендерге екеуіңе де 10 балл. Кімге? Эльмираға, Эльмираға өте жақсы айтты, француз тілінде түсіндіріп өтті, және мағынасы да түсінікті әрі жеңіл айтылды. Одан кейін Қуантқан Бекзат өзінің ойын жеткізе алу сатысында көптеген кішкене қобалжулар болды. Сондықтан да 10 балдан 8 балл берілді. Сонда 18 балл. Сараптама нәтижесі бойынша маған ұнағаны үкімет лидерінің өзінің, яғни дебат факторларына шынайы өмірде мысал алуы, одан кейінгі мықты жаңағы сұрақты қою арқылы ол өзінің ұпайын тез жинай алды. Сұраққа жауап берілді, бірақ берілген сұрақ өте ұшқыр болды, сыни тұрғыдан қойылған сұрақ болды. Дегенмен де қарсы
қарсы оппозиция лидері одан ешқандай танылмай тез жауап бере алды. Бұл жағда сұрақ қоюың бұл өте өзіңізге үлкен плюс болды. Өткір сұрақ қою дедім,